10 сынып алгебра және анализ бастамалары пәні номер 8 сабақ. Сабақтың тақырыбы функцияның қасиеттері. Сіздерге қойылған мақсат функция қасиеттерін анықтау облысы және мәндер жиынының ережесін есептерде қолданып шығару. Жетістік критериясы функция қасиеттеріндегі анықтау облысы және мәндер жиынының ережесін есептерде қолданып шығарады. Енді өткен тақырыпты қайталайық, теоремаларды қайталайық және анықтамаларды. Сұрақты көшірмейсіздер, тек қана дәптерге жауабын жазасыздар қысқаша түрде. Бірінші сұрақ: функция дегеніміз не? Дәптерге қысқаша түрде жазып өтіңіздер. Екінші сұрақ: тәуелсіз айнымалы дегеніміз ол не? Және де үшінші: тәуелді айнымалы дегеніміз не? Дәптерге қысқаша түрде жазасыздар. Және де кешегі өткен тақырып бойынша функцияның анықталу облысы ол не? Қысқаша түрде жазып кетуге болады. Және де келесі: функцияның мәндер жиыны дегеніміз не? Оны қалай табамыз? Анықталу облысында қалай табамыз? Оны да жазып кетсеңіздер болады. Дәптерге жазыңыздар жауабын, тек қана сұрақты көшіріп жазбайсыздар, тек қана қысқаша түрде дәптерге жауабын жазасыздар. Және де қандай функция жұп деп аталады және қандай функция тақ деп аталады. Жауабын дәптерге жазайық. Жақсы болсаңыздар, енді кішігірім видеороликке назар аударайық. Функцияның тақ жұптығын зерттеп үйренеміз. Функцияның тақ жұптығын зерттеу үшін бізде мынандай қасиеттер болу керек. Функция жұп болады, тақ болады, немесе жалпы жағдайдағы функция болады. Ал жалпы жағдайдағы функция деген тақта емес, жұпта емес деген сөз. Яғни қандай жағдайдағы функция жұп болады? Ең бірінші шарты функцияның жұп болуы. Оның анықталу облысы симметриялы жиын болу керек, немесе координаталар басына қатысты симметриялы болу керек. Яғни біз анықталу облысы симметриялы жиын деп аламыз. Тақ функция болу үшін тура осы қасиет болу керек. Анықталу облысы симметриялы жиын болу керек. Ең біріншіден симметриялы жиын дегенді білетін шығармыз. Минус шексіздік, плюс шексіздік аралығына немесе координата басына қатысты бірдей аралықта жататын, мысалы, қарама-қарсы нүктелер, егер жиынның нүктелері болса, онда функциялар симметриялы жиындар болады. Екіншіден, жұп функция болу үшін аргументтің қарама-қарсы мәніне айталық f минус x пен f от x пен мәндері бірдей болу керек. Оны біз былай деп айтамыз: аргументтің қарама-қарсы мәніне функцияның бір ғана мәні сәйкес келетін болса, онда функция жұп функция болады. Жаңағы айтып кеткен симметриялы жиын дегеніміз осы жерде қажет. Яғни минус x анықталу облысына енетін нүкте болса, онда оған қарама-қарсы болатын плюс x те анықталу облысына енетін нүкте болу керек. Тура сол сияқты тақ функцияда минус x тең болады минус f от x теңдігі орындалу керек. Яғни бұл жерде аргументтің қарама-қарсы мәніне функцияның да қарама-қарсы мәні сәйкес келу керек. Осы шарт орындалған жағдайда ғана функция жұп болады, ал мына жағдайда функция тақ болады. Анықталу облысы симметриялы жиын болу, аргументтің қарама-қарсы мәніне функцияның бір ғана мәні сәйкес келсе, функция жұп. Анықталу облысы симметриялы жиын болу, аргументтің қарама-қарсы мәніне функцияның қарама-қарсы мәні сәйкес келсе, функция тақ болады. Енді үшінші жағдай, айтатын жағдай, жұп функцияның графигі ой-y осіне қатысты симметриялы болады. Тақ функцияның графигі координаталар басына қатысты симметриялы болады. Координата басына қатысты, бас нүктесіне қатысты симметриялы болады. Мысалы, біз жұп функцияларға бірнеше мысалдар келтіріп өтейік. Мысалы, өздерің білетін, егер тең x квадрат функциясы жұп функция болады. Өзіміз білетін тригонометриялық функциялардың ішінде косинус функциясы жұп функция болады. Егер тең тағы қандай функция жұп функция болушы еді? Бір бөлінген x квадрат жұп функция болады. Тағы сол сияқты біздер бұрын өзіміз өтіп кеткен таңдық функцияларды қарастыруға болады. Мысалы,
x-nin өзі модуль ішінде болған жағдайда жоқ функция болады тағы сол сияқты түрлендіру арқылы келтіруге болады. Ал тақ функцияға мысалда өзімізде x функциясы тақ функциясы болады. Y тең болсын, айталық синус x функциясы тақ функция, tan x функциясы тақ функция, және y тең болады катан x тақ функция болады. Арғы синус x функциясы тақ функция, арғы катан x тақ функция, тағы сол сияқты жалғастырып көптеген мысалдар келтіруге болады. Бейнероликті көріп болсақ, енді соған байланысты есептер шығарайық. Бейнероликті көріп болсақ, енді соған байланысты есептер шығарайық. Есептер шығарған кезде сіздердің берілген есептерді дәптерлеріңізге көшіріп аласыздар. Содан кейін қайсы тақ функция, қайсы жұп функция, соның қасына мысалы бірінші y тең болады 5x квадрат плюс 3x 4 дәрежесі. Бұл егер тақ функция болса, қасына т деп қоясыңдар, ал жұп функция болса, қасына ж деп қоясыздар. Бірінші дәптерлеріңізге берілген есепті көшіріп алыңыздар. 10 есеп берілген. 10 есепті дәптерге көшіріп алыңыздар. Сосын қасына тақ болса т деп жазасыздар, ал жұп болса ж деп қасына жазып өтесіздер. Дәптерімізге жазайық. Жақсы болсақ, келесі тапсырма. Практикалық жұмыс. Функция берілген. Төменде көріп отқандарыңызға x квадрат бөлінген 2 плюс 4 функциясы берілген. Бұл функцияның сіздер бірінші анықталу облысын табасыздар және мәндер жиынын табасыздар. Функцияның аралықтарын табасыздар. Тұрақтылық аралығын. Ол үшін сіздер өткен тақырып бойынша берілген кестедегі, егер кестелеріңіз болса, сол кесте арқылы қарап шығаруға болады. Бірінші анықталу облысы. Анықталу облысын табу үшін теңдеуді не істейміз? Нөлге теңестіріп аламыз. Келесі мәндер жиынын табасыздар, одан кейін тұрақтылық аралықтарын табасыздар. Дәптерге шығарайық. Дәптерге жазып алайық есепті және шығарайық. Жақсы болсаңыздар, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде оқулықпен жұмыс. Оқулықтан сіздер осы өтетін тақырып бойынша номер 17-ші есепті шығарасыздар. Өз беттеріңізше дәптерге шығарасыздар. Келесі тапсырма өзіндік жұмыс. Берілген 5 жұмыс бар. Тест тапсырмасы. Көшіріп алмайсыздар. Сұрақтарды тек қана жауабын жазасыздар. Біріншісі А болса А, немесе Б болса Б деген сияқты. Бірінші анықталу облысын тап. Төменде берілген функция берілген, соның анықталу облысын табасыздар. 5 жауаптың біреуін белгілейсіздер. Келесі екінші функцияның жұп немесе тақ екенін анықтау керек. Төменде функция берілген, сол функцияның тақ немесе жұп екенін анықтайсыздар. 5 нұсқа берілген, 5 нұсқаның біреуін жазасыздар.
Келесі үшінші. Функцияның ең кіші 10 периодын табыңыздар. Төменде функция берілген, осы функцияның периодын табасыздар. Және де 5 нұсқасы, 5 жауап берілген, осы 5 жауаптың біреуін жазасыздар. Келесі төртінші. Берілген функцияға кері функция табыңыздар. Функция берілген, осы функцияға кері функция табасыздар. Егер сіздер өткен тақырыпты оқысаңыздар, оқулықтан онда сіздер кері функцияны таба аласыздар. Төменде берілген жауаптарды сәйкесінше қоясыздар. Және соңғысы, функцияның берілген нүктедегі мәнін табыңдар. Функция берілген төменде, және де сәйкесінше жауаптар берілген. Қай жауап дұрыс, соны табасыздар. Оқулықтан берілген тапсырма түсінікті болса, онда жақсы сау болыңыздар.